Рамазан айында дастарханнан үзілмейтін азық құрма дінімізде өте маңызды орын алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрмамен ауыз ашқан. Хадис шарифінде оразаларыңды құрмамен ашыңдар, өйткені ол береке. Егер құрма табылмаса, онда сумен ауыз ашыңдар, өйткені ол тазалаушы деген. Құрма Араб түбегіндегі ғана өсетін жеміс емес. Тунис, Иран, Ирак, Палестина, Үндістан секілді басқа өлкелерде де өседі. Бір замандары Басра жағалаулары, әсіресе Бахрейн, Файляка аралдары, Дильмун аймағы жасылға бөленіп, құрма ағаштарына толы болған. Мұнай табылғаннан кейін бұл алқап шөлге айналады. Құрманың ордасы Мәдина десе орынды болады. Бұл қасиетті Меккенің мәшһүр уәдилері, аңғарлары бар. Атхан, Ақиқ, Ғануна уәдилері құрма бақшаларына толы. Тигр, Ефрат өзендерінің аңғарлары болғандықтан бұл уәдилердің жер асты сулары тым жоғары орналасқан. Мұндай жағдай құрма ағаштарына жайлы келеді. Тамырлары суда, кеудесі мен бұтақтары күн астында. Құрманың 150-ге жоқ түрлері бар. Мәбрум, Сафауи, Қудри, Суккария, Маджул, Суғай, Анбер, Тадут, Сафран, тағы да басқа көптеген түрлері кездеседі. Кейбірі хош иісті, кейбірі сағыздай созылғыш, кейбірі жұмсақ, кей түрінің шекері аз болып, әрбірінің өзіндік ерекшеліктері бар. Әйтсе де бәрі талшықты. Диетологтардың жеуге кеңес беретін азықтарының бір түрі болып келеді. Аллаху тағала періштелерге топырақты електен өткізуді әмір етті. Таза және ұсақтарынан Хазіреті адам жаратылды. Електе қалғандарынан құрма жаратылды. Хадис шариф Әнуарун Нумания. Бір мүшірік пайғамбарымызға жанып күйген құрма бұтағына келіп, «Мынаны отырғызыңыздар, егер көгерсе иман келтіремін» дейді. Пайғамбарымыз бұтақты қолына алып жерге қадайды. Бұл бұтақ көгеріп жеміс береді. Құрманың ажуа деп аталатын түрі осы ағаштың жемісі. Расулаллах алейхиссалам бәріне құрмасын да жақсы көргендігі айтылады. Құрмамен топырағымыз бір болғанындай басқа да ұқсастықтарымыз бар. Құрманың да еркегі ұрғашысы болады. Балалары анасының кеудесінен шығады. Көшеті кесір отасы іспетті аналық ағаштың кеудесінен кесіліп алынады. Мүмкіндігінше анасымен байланыс болатындай жақын қашықтыққа отырғызылады. Ұзаққа отырғызса көшет өспейді. Белгілі мөлшерде өскеннен кейін басқа жерге ауыстырылады. Сүйегін ексе өніп шығады, бірақ ағаш болмайды. Құрма алғашқы жемісін 5-6 жасында береді. Шамамен 60-80 жыл бойы өнім береді. Адамның басы кетсе өлетіні сияқты құрма ағашында төбесі негізгі бұтасы кесілсе өледі. Бұл бөлігі сарғыштау келеді. Жіңішке бұталардың арасында болады. Басқа бұтақтарын бұтауға болады, бірақ мұны мүлдем кесуге болмайды. Ұрғашы ағаштар нәзік келеді және шаштарын, бұтақтарын кеңінен жаяды. Еркек ағаштар тік бойлы, ұзындығы 10 метрден асады. Кейде тым ұзарып 35 метрге дейін барады. Құрма ағаштары сезімтал келеді. Сағынады, ренжиді, қуанады. Теңіздегі маржандар не өсімдік деуге, не тас деуге келмейтіні секілді, құрма ағашында өсімдік пен жануар арасындағы мақлұқ десе де орынды болар. Құрма ағаштары ақпан айында гүлдейді. Еркек ағаштың гүліндегі тозаңдар ұрғашы ағаштың гүлдеріне жеткізілмесе жеміс шықпайды. Білетініміздей, бұл тозаңдау үрдісі аралар мен көбелектерге тиесілі. Маусым айынан бастап балғын құрмалар, ал шілде мен тамыз айларында кепкен құрмалар теріледі. Бір ағаш орта есеппен 80-90 килограмм жеміс береді. Ал кей түрлері 200 килограмм аса өнім береді. Басқа бүкіл жемістер ұзақ тұрса бұзылады, шірейді. Ал құрма құрттауы мүмкін, бірақ ашымайды, шіремейді. Құрманың құрамында адам ағзасына қажетті минералдар, дәрумендер, протеин, май, шекер,
барлығы бар. Алма мен алмұрт секілді жемістің өзін ғана жеп, біз тіршілік ете алмаймыз. Алайда тек құрма жеп және су ішіп тіршілік етуге болады. Айша анамыз пайғамбарымыздан немен қоректенетін едіңіз деп сұрағанда, көбінесе сүтпен және құрмамен деп айтқан. Құрма бұлшық еттерді жұмсартады және жұмыс істетеді. Жүкті әйелдің жеңіл босануына септігін тигізеді. Шаншуларды азайтады. Ана сүтін арттырады. Пайғамбарымыз босанған әйелдерге құрма жеуіне кеңес береді. Құрма жеген ананың балалары жұмсақ мінезді болады дейді. Пайғамбарымыздың Мәдинадағы мешітінің Мәсжиди Набауи және үйінің тірек құрылысында құрма ағаштары қолданылған. Төбесі құрма жапырақтарымен жабылған. Сахабалардың үйінде құрма шыбықтарынан тоқылған ыдыстар, себеттер болған. Төсектері құрма жапырақтарымен толтырылған. Құрманың бұтағы аса таяқ ретінде қолданылған. Пайғамбарымыз жұма күндері мешіттегі Ханнана деген құрма ағашына сүйеніп құтпа оқыған. Кейіннен 3 баспалдақты мінбер жасатады. Пайғамбарымыз бен сахабалары бір жұма күні Мәсжиди Набиге жиналады. Пайғамбарымыз хутба оқуға мінбеге шыққан кезде бұрын сүйеніп тұратын құрма ағашы барлық адам еститіндей түрде буаз түйенің шығаратын даусына ұқсас дыбыс шығарады. Барлық сахабалар бұл дыбысты естиді. Дауыс тоқтамай шыға береді. Сосын пайғамбарымыз мінберден түсіп, қолмен құрма ағашын сипайды. Сонда барып дауыс тоқтайды. Құрғақ құрма ағашының пайғамбарымызды сонша жақсы көрген сахабалардың көзінен жас парлаған екен. Осы уақиға туралы Хазіреті Анас бин Малик мешіттің өзі оның дыбысына теңселіп кетті дейді. Ибн Аби Уада радиаллаху анх құрма ағашы шытынап орнынан қозғалды. Пайғамбарымыз келіп оған қолын қойғаннан кейін ғана басылды дейді. Пайғамбарымыз Аллаху тағала ант етемін. Егер оны сипамағанда, маған деген сағыныштан қияметке дейін солай жылап тұрар ма еді деген екен. Құрметті көрермендер, біздің каналымыздың 90%-ын каналымызға тіркелмеген оқырмандар мен көрермендер қарайды екен. Сіздерден өтініш, біздің каналымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер.